Соңғы күндері елдегі және шеттегі қазақтың бәрін алаңдатқан Сайрагүл Сауытбайдың мәселесінен сыртқы істер министрі хабарсыз болып шықты. Қазақстандағы отбасына қашқандай болып келген келіншектің қыл үстіндегі тағдыры жайлы Қайрат Әбдірахманов астаналық әріптесімізден естіді. Қадағалауыма алам деген министр Қытайдағы басқа да қандастарымыздың мәселесін қалай шешіп жатқанын айтып берген еді. Менің жеңгемді ұстап қазір Қытайға өткізіп бермекші болып жатыр. Біреу жеңгесін, екіншісі жұбайын, тағы бірі анасын жоқтаған бүтін бір отбасының басындағы ауыр жағдайда елдегі ақпарат құралдарының бәрі дерлік жазып, көрсеткені белгілі. Қоғамда бейжай қалмай қызу талқыға салып жатыр. Алайда сыртқы істер министрі бейхабар. Қазақстанда семьясына келіп, әлі Қытайға қайтарып беру мәселесі қаралып жатқан. Мен білмеймін ол туралы. Сайрагүлдің күйеуі мен балалары 2 жыл бұрын Қазақстанға келіп азаматтық алған. Ал өзі мемлекеттік қызметкер болғандықтан Қытай тарапы жібермей келіпті. Отбасымен бөлек жүруге шыдамаған келіншек уақытша құжат арқылы атажұртқа ораламын деп қамауда отыр. Құрлықтың арғы бетіндегі Америка шулап жатқан кезде Сайрагүлдің үстіне мынау Астананың төрінде отырған министрдің жаңағы білмедім дегенін мен түсінбеймін. Сайрагүл Сауытбай Қытайға барса ең ауыр жазаға тартылуы мүмкін. Көрші елде онсыз да қаншама қандасымыздың қысым көріп жатқаны белгілі. Тіпті Қазақстан азаматтығын алғандарды да қамаған кезі көп. Біздің сол кездегі біздегі мәлімет бойынша біздің 12 азаматтарымыз қамауға алынған болатын. Келіссөздердің нәтижесінде 9-ы босатылды. Бұлардың бәрі дерлік қос азаматтық үшін қамалған көрінеді. Алайда шетелдегі қандастарымыздың көші-қон мәселесімен айналысып жүрген Ауыт Мұқибек мұның бәрі жай желеу ғана дейді. Өйткені Қытайдың заңына сәйкес өзге елдің азаматтығын алған адам Қытай азаматтығынан автоматты түрде шығарылады екен. Азаматтық алатын кезде немесе тұрақты тіркеуге тұратын кезде Қытайдың тіркеуінен шығып келулері керек деп хат жазыпты сыртқы істер министрлігіне. Заңында сен азаматтықты алмай тұрып, олар тіркеуден шығармайды. Сондықтан бұл жерде мәселе Қытайдың жаңағы қитұрқылығында болып тұр. Оның үстіне азаматтық алғаннан кейін Қытай төлқұжатын сол елдегі елшілікке өткізсе болады екен. Алайда бүгінге дейін осы ережемен жұмыс істеп келген Қазақстандағы консулдықтар соңғы 2-3 айда төлқұжатты Қытайдың өзіне апарып беру керек деп қабылдамайтын болыпты. Мәселенің бәрін дипломатиялық жолмен шешеміздегі министр Сайрагүл Сауытбайдың ісіне өзім араласамын деді. Сайрагүл Сауытбайдың ісіне қадағалауға аласыз ба? Бақтнұр Әлбай, Нұркен Тоқмурзин, Информбюро, Астана.